Қайырлы күн балалар. Бүгін біз жаратылыстану сабағында жаңа бөлім бастаймыз. Бөлім жер және ғарыш деп аталады. Сен осы бөлімде ғаламдағы, ғаламшардағы түрлі қызықты оқиғаларды және ғаламшардың денелерін зерттеп бақылайтын боласың. Бүгінгі сабағымыз күн жерге қалай әсер етеді деп аталады. Сен осы сабақта күн мен айдың адам өмірінде қаншалықты маңызды екендігін білетін боласың. Алдымен бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мына суреттегі заттардың бірінші әріптерінен сөз құрастырып көрейік. Күн деген сөз шығып тұр, көйлек дегенде к, өтік дегенде ö, нар дегенде н. Күн, яғни күн деген не? Өзің күн дегенді қалай елестетесің? Айтып көр. Күн ол жарық береді, жылу береді, отты шарға ұқсайды, жұлдыз ол. Күн ғаламшардағы ең үлкен жұлдыз болып саналады. Күн болмаса жерде тіршілік болмас еді. Күн сәулесі өсімдіктердің өсуіне әсер етеді. Оларға күннің жарығы мен жылуы керек. Оны сен бірінші сыныпта оқып білгенсің. Ал өсімдіксіз жануарлар да, адамдар да өмір сүре алмайды. Бәрі бір-бірімен байланысты екенін біз білеміз, Сонымен қатар күннің сәулесі жердің бетін қыздырады. Күн болмаса, біздің ғаламшарымыз мұзға айналып, қатып қалар еді. Сен қалай ойлайсың, келісесің бе? Енді сен күн туралы тағы да көп мәлімет алғың келсе, мына сілтемеге өтіп қарасаң болады. Ал бұл сілтемені сен мұғалімдеріңнен ала аласың. Екінші тапсырмада жердің ғарыштағы орналасуына болжам жасаймыз. Балалар зерттеу жасаймыз. Енді сендер маған жауап беріңдер. Жер күнге жақын орналасса, онда не болады? Өте жақын орналасса. Дұрыс айтасыңдар, өте жақын орналасса, онда жер ыстықтан жанып кетеді. Ал жер күннен өте алыс орналасса, онда не болады? Дұрыс айтасыңдар, жер күннен алыс орналасса, онда жердің беті мұз болып қатып қалады. Ал күн сөніп қалса не болады? Сен ойланып көрші, өзің бақылап көр. Және егер күн сөніп қалса не болатынын білгің келсе, мына сілтемеге өтіп алсаң болады. Ал бұл сілтемені мұғаліміңнен таба алмасаң, маған хабарлас. Күндіз күн жерге жарық түсіреді және оны жылытады, оны білесің. Ал кешкісін көкжиектің арғы жағына жасырынады екен. Қараңғы түсіп түн болады екен. Енді кезек айға келеді. Айдың түнде қандай маңызы бар? Ай бізге керек пе? Дұрыстап ойланып жауап беріп көр. Сосын мына мәліметтерге құлақ сал. Ай түнгі аспандағы ең жарық дене, бірақ ол өзінен жарық шығармайды. Есінде болсын, ай өзінен жарық шығармайды. Айдың беті күннің сәулелеріне шағылысады. Сондықтан ол бізге жарқырап көрінеді. Ай бізге ең жақын орналасқан аспан денесі. Ай жердің бір ғана табиғи серігі, жалғыз табиғи серігі. Ай жер планетасымен бірге қосылып айналып жүреді. Ай жердің серігі екенін біз бірінші сыныпта да айтқанбыз. Жер айды өзіне тартады. Ай жерді және күнді жермен бірге айналып жүреді. Тағы да толық мәлімет білгің келсе, мына сілтемеге өтіп, айдың күнді қалай айналатынын және қанша уақытта айналатынын, жердің маңайында қалай қозғалатынын көре аласың. Енді қара. Тасбақалар айды айнала ұшқан алғашқы тіршілік иелері екен. Ғарыш кемесінде олармен бірге жәндік, өсімдік, балдар және түрлі тұқымдар болған екен. Және аспан денелерінің қозғалысын мына сілтемеден көруге болады. Және ай бізге уақытты және айды, жылды белгілеуге көмектесетін ғарыштық дене болып саналады екен. Айдың жер ғаламшары үшін маңызы қандай деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Енді мына Қуаныш деген бала айдың арқасында күнтізбе пайда болды дейді. Ай біздің көңіл күйімізге әсер етеді дейді. Сен Қуаныштың пікірімен келісесің бе? Ересектерден айдың ғаламшарымызға қалай әсер ететінін тағы да сұрап көр. Және мына сілтеме арқылы толық мәлімет алсаң болады. Балалар, біраз мәлімет алдыңдар, сергіту сәтін жасап, енді бақылау жұмыстарын жасаймыз. Сендер алдымен бақылау жасау үшін жоспар құруды білесіңдер, Мына жерде жоспар тұр.
Неге күн мен айдың көлемі бізге бірдей болып көрінеді? Шындығында олардың көлемі бірдей ме? Деген сұраққа жауап іздейміз. Сендер қолны доп ұстаған бастаушы дейді. Екі бала болып ойнаңдар. Бірің доп ұстап алыңдар, ал бірің бір қадам қашықтықта тұрыңдар. Сосын екінші бала қолына сызғыш алып өлшесін. 1 метр арда тұрған баланың қолындағы доптың көлемін өлшесін сызғышпен. Оны дәптерге жазып қойыңдар, бақылау күнделігіне. Енді ол бірінші бала, жаңа қолындағы доп ұстап тұрған бала, 2 қадам артқа шегінеді. Сен қолындағы сызғышпен тағы да өлше. Өзгеріс болды ма? Көлемі қанша болды? Дәптеріңе жазып қой. Осы қашықтықтардан доптың көлемін өлшеп, нәтижесін жазып, қорытынды жасаңдар. Қашықтаған сайын доптың көлемі кішірейді ме, жоқ үлкейді ме? Жақындаған сайын үлкейді ме, көлемі кішірейді ме? Қандай қорытынды жасадыңдар? Бізге күн мен айдың мөлшері бірдей болып көрінеді, өйткені күн жүйесіндегі ең үлкен дене, ал ай диаметрі бойынша жерден үлкен, бірақ ай күннен үлкен емес. Күн мен айдың айырмашылығын тыңда. Біріншісі ол күн, ол жұлдыз, ал екіншісі жердің табиғи серігі. Жұлдыз болуы, бұл өз жарығы болуы және өзінің жарықтығын қамтамасыз ету күннің міндеті. Ал ай тек қана бетіне шағылысқан күн сәулесінің арқасында ғана жарқырайтын дене. Балалар, сендер ғарыштан түсірілген айдың бетіне қарап көріңдер. Ол кітаптарыңда да тұр және Google-да да тұр. Айдың бетінен дөңгелек шұңқырларды көреміз. Бұл дөңгелек шұңқырлар кратерлер деп аталады. Бұл кратерлер метеориттердің құлауынан пайда болады екен. Мына бір суреттегі кратер 50 мың жылдай бұрын алып никель темір метеориттің осы аймаққа түсу нәтижесінде пайда болған екен. Осы кратерді 1902 жылы шахта инженері Даниэль Барринджер ашқан екен. Енді сендер осындай кратер жасап ойнап көрсеңдер болады. Айдың бетін жасаңдар пластилиннен, және тостағанға ұн салып қойсаңдар да болады. Тостағандағы ұн айдың беті деп есептейсіңдер, оған метеориттерді, яғни кішкентай тастарды лақтырыңдар. Сонда айдың бетіне пайда болған кратерлердің әртүрлі екенін біле аласыңдар. Сонымен балалар, сендер бүгін күн мен айдың адам өміріндегі маңызын білдіңдер. Күн мен айды бақыладыңдар, бақылау жасадыңдар, кратерлер туралы білдіңдер. Енді сендер ғаламшарымыз үшін күн қаншалықты маңызды екенін білесіңдер ғой? Ай деген не екенін білдіңдер ғой? Осы екі сұраққа комментарийге жауап жазып қалдырыңдар. Бүгін сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.